Аида мен Аргеннің күтпеген хикаясы. Күтпеген жағдай орын алды. Қазіргі уақытта Қытайда жүрген Аида мен Арген күн сайын уақыттарын қызықты әрі мәнді өткізуде. Олар бірге кешкі ас ішіп, қаланы аралап, тіпті бірге киім сатып алуда. Бұл сәттерін олар Инстаграмдағы стористерінде жиі бөлісіп отыр. Әлеуметтік желі қолданушылары Аида мен Аргенге бақыт тілеп, оларды тамаша жұп деп санайды. Бұл екеуі бір-біріне жарасымды екен, үйлесімді жұп, үйленсе керемет болар еді деген пікірлер толастар емес. Айта кетейік, Аида мен Арген қазір Қытайда жүр. Олар бұл туралы күнделікті өз парақшаларында жаңалықтар жариялауда. Сонымен қатар естеріңізге сала кетейік, Аида бұрын Нұрдәулетпен ажырасқан болса, Арген Аружанмен некесін тоқтатқан болатын. Әлеуметтік желіде олардың арақатынасына қатысты жағымды пікірлермен қатар сын айтушылар да бар. Кейбір қолданушылар Нұрдәулетті тастап, шетелде Аргенмен не істеп жүрсің деген пікірлер қалдыруда. Айта кетейік, Аргеннің бұрынғы жары Аружан қазір басқа ер адамға тұрмысқа шыққан болатын. Ал Арген де Аида да қазіргі уақытта ресми түрде басы бос. Осыған қарамастан, Аиданың бұрынғы күйеуі, Қосылайық тележобасының қатысушысы Нұрдәулет бұл жағдайға қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Аида Аргенді таңдады ма, әлде Арген Аиданы ма? Бұл сұрақтың жауабы әзірге белгісіз. Дегенмен олардың Қытайға басқа мақсатпен барғаны айтылуда. Алайда жанкүйерлер бұл ақпаратқа күмәнмен қарап, олардың Инстаграм стористерін бірге жүргендерін дәлел ретінде көрсетуде. Ал Нұрдәулетке не болмақ? Бұл жағы әзірге белгісіз.